Сәлем достар, тәттілер әлемі арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге духовкада дайындалатын тауық етінен картошка пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала дайындалған тауық етімізді салып, 2-3 қасық шай қасықпен тұзымызды саламыз. Менде дәмдеуіштерден ұнтақталған тәтті қызыл бұрыш, тауық етіне арналған дәмдеуіштер. Одан кейін пиязымызды жақсылап мұжып саламыз. Алдын ала кетчуп пен майонезді араластырып дайындап алдым. Ең соңында салынған дәмдеуішіміз тауық сорпасына арналған бульонды қостым. Оның өзі ерекше дәм береді тауық етіне. Картошкамызды салып, жақсылап араластырып, 1-1,5 сағатқа маринадтап қоятын боламыз. Мен алдын ала осылай фольгадан ыдыс жасап алдым. Тамағымыз піскен кезде сорпасы өзінде қалып, дәмі ешқайда жоғалмайтындай. Фольгамызды жақсылап жауып, қызып тұрған духовкаға, мендегі духовкада 200 градусқа қойдым. 1,5 сағатқа пісіріп алдым. Осындай әдемі, жұмсақ, ауызда еритін картошка мен тауық етіміз дайын болды.